Сәлеметсіңдер ме, балалар? Көптеген әшекейлері мен мүсіндері бар монументалды, керемет, субұрқақтары бар үлкен көркем саябақтар, керемет безендірілген көйлектер киген ханымдар, алтын өрнектермен өрілген камзолдардағы мырзалар, мұның бәрі сәнді болды. Дегенмен сән музыканы да айналып өтпеді. Музыкалық әшекейлері мелизм деп атала бастады. Мелизм әуен ырғағының өзгертілмей әуезді безендірілуі. Ноталарда мелизмдер арнайы белгілермен немесе ұсақ ноталармен белгіленеді. Музыкада ең танымал безендіру трель. Әдетте бұл мелизм ұзақ ноталарда ойналады. Айтпақшы, трель көбінесе құстардың ән салуына ұқсайды. Шамасы музыканттар бұл керемет әшекейлерді қауырсынды әріптестерінен естіген шығар. Фаршлагта музыкада жиі қолданылатын әшекей. Қалай естілетінін естіп көрейік. Келесі мелизм мардент. Бұл сөз өткір деп аударылады. Ол фаршлагтан сәл жұмсақ ойналады. Міне тағы бір мелизм группетта. Музыкада басқа да мелизмдер бар. Иоганн Себастьян Бах тіпті үлкен ұлы үшін әр мелизмдерге тоқтала кетіп, ерекшеліктерін тізіп, арнайы белгі жасаған. Бәлкім ол мелизмдерді зерттеу кезінде шатаспас үшін жасаған шығар. Дәл қазір біз музыкалық аспаптардың патшасын естідік. Ең үлкен, керемет, ең күрделі, тембр мүмкіндіктер бойынша ең бай. Барлық осы қасиеттер сөзсіз оның ұлылығына, органға жатады. Шынында да органның дыбысы таң қалдырады. Орган орналасқан бөлменің өзі оның ажырамас акустикалық бөлігі болып табылады. Демек, тыңдаушы музыкалық аспаптың ішінде болады. Десек те бекер айтпаймыз. Органның құбырларынан шыққан дыбыстары қабырғалар мен төбелерден бірнеше рет шағылып, баурап алғандай болады. Әр орган оның дыбыстары жақсы естілетін зал үшін арнайы жасалады. Осымен орган барлық басқа музыкалық аспаптардан ерекшеленеді. Әр патшаның өз асыл тұқымы бар дегендей, органның шығу тегі қандай екен білейік. Органның ата-бабасы Панның көп қабатты флейта екендігін белгілі болды. Ол әртүрлі ұзындықтағы бірнеше қамыс түтіктерден тұрады. Әр түтік белгілі бір дыбыс шығарады. Әуенді ойнау үшін ауа ағынын әртүрлі түтіктер арқылы жылдам өткізу керек. Заманауи орган да үлкен пан флейтасына ұқсас. Оның құбырларынан саны бірнеше мыңға жету мүмкін. Органның тағы бір түп тамыры волынка. Ол бірден бірнеше дыбыс шығара алады. Тері қапшығынан біркелкі ауа ағыны құбырларға өтеді. Тері қапшықты қолмен басып, мезгіл-мезгіл оған үрлеу керек. Ал біздің дәуімізге дейін 3 ғасырда грек шебері Ктесибий заманауи органнан айтарлықтай ерекшеленбейтін гидравлас құралын ойлап тапқан екен. Ендеше көрсетілген сұрақтарға жауап берелік. Бірінші сұрақ: құстардың ән салуына ұқсас мелизм түрі. Екінші сұрақ: марден сөзі қалай аударылады?
Үшінші сұрақ: гидравлиз құралын ойлап тапқан грек шеберінің атын атаңыз.